Барлықтарыңызға сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен осындай ерекше, өте дәмді болып шығатын турецкий мясной пирожка жасайтын боламыз. Қараңыздаршы, осындай тройной әрі бір керемет, ерекше дәмді пирожкалардың бірі. Видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқа саламыз, сосын тұз саламыз, шекер саламыз. Соның барлығын граммдарын мен описание жазып қалдырамын. Жақсылап араластырып, тұз бен шекерді ертіп аламыз. Енді жылы сүт құямыз. Сүттің граммы бір 450-500 граммдай сүт бар ғой. Енді дрож саламыз. Құрғақ осындай үлкен қасықпен 1 қасық дрож саламыз да жақсылап араластырып жеріп, ұн қосып отырып қамыр илеп аламыз. Қамырды осылай илеп алған соң, енді еріп тұрған бір 40 граммдай сары майды қосып жібереміз да, жақсылап араластырып, енді осыны ашытуға қоятын боламыз. Қамырды әдемілеп июны қандырып илеп алдық. Енді осының бетін пакетпен жауып, сосын жылы сүлгімен жауып, 1 сағат, 1,5 сағатқа қалдырамыз. Осы аралықта біз пирожкамыздың ішіне салатын салмасын барлығын турап дайындап аламыз. Ол үшін бізге ақпияз, укроп, сосын фарш, көкпияз, сыр қажет болады. Енді ақпиязды біз майдалап жақсылап турап аламыз. Укропты, ақпиязды, сосын фаршты қосып араластыратын боламыз. Көріп тұрғандарыңызда енді осыған тұз, қара бұрыш және де зіре қостым. Қаласаңыздар, тек қана тұз қоссаңыздар да болады. Енді осыны жақсылап араластырып аламыз. Мінекей біздің салмамыз дайын. Енді сырды үкіштен өткізіп аламыз. Негізі қандай сыр болса да бола береді, сыр таңдамайды. Ең бастысы қатты жұмсақ сыр болмауы қажет. Мінекей қараңыздар, осындай үкіштен өткізіп алдық. Енді көкпиязды да майдалап турап шығамыз. Көкпиязымыз да дайын. Қараңыздар, енді барлығын дайындап алдық. Арадан 1,5 сағат уақыт өтті. Қамыр осылай көтеріліп, әдемі жұмсақ болып шықты. Енді қамырмен жұмыс жасайтын боламыз. Қамырды мен бөліктерге бөліп шықтым. Енді бір 6 бөліктерге бөлдім ғой. 6 штук пирожка шықты. Үлкен-үлкен. Негізі бұл пирожкалардың барлығы сондай үлкен болады. Себебі құрамына 3 түрлі салма салғандықтан және де тройной пирожка болғандықтан енді осындай үлкендеу пирожкалар қылып жасайсыздар ғой. Егер бұдан кішілеу жасауға да болады, әрине. Аздап қана саласыздар. Қазір мен сіздерге көрсетемін қамырдың қалыңдығын және де қалай формаға келтіру керектігін барлығын видео барысында өткізбей соңына дейін мұқият қарап алыңыздар. Себебі ортада айтылатын
көрсетілетін нелерді түсінбей қалуларыңыз мүмкін. Міне қамырды осылай бөліктерге бөліп, бетін пакетпен жауып қоямыз да, бір шетінен алып жаюды бастаймыз. Неке қамырдың қалыңдығы осындай болу керек, қатты жұқа емес, қатты қалың емес. Сосын пышақпен бір шетін осылай кесіп аласыздар да, қалған бөліктерін сызық түсіресіздер, жай ғана. Міне осылай пышақтың теріс жағымен сызып шығасыздар. Қалған екі жағын кеспейсіздер. Тек қана бір жерін ғана пышақпен кесеміз. Енді қараңыздар, осылай салмасын салып шығамыз. Фаршты, көк пиязды салдым. Негізі фаршқа зелінді көбірек қосып жібердім мен. Зелінді қоспасаңыздар да болады. Сосын сырды салып шығамыз. Енді формаға келтіреміз, қараңыздар. Бана кесілген жағынан алып, көк пияздың бетіне жаптым, сосын сырдың бетіне қоямыз да, шеттерін жақсылап басып шығамыз. Қамыр енді бұл көтерілген ашыған қамыр болғандықтан жұмсақ қамыр. Сол үшін енді сіздер қалағандай формада әдем болып тұрмайды, жұмсақ болғандықтан осылай ептеп жасап шығасыздар ғой. Енді әрі қарай тағы да жақсы бірігіп тұру үшін және де әдемі сән болу үшін вилкамен осылай басып шықтым. Сосын осылай жасап шықтым. Мінекей. Осындай үлкендікте пирожка болып шығады. Тағы да мен сіздерге көрсетемін, түсінікті болу үшін. Мінекей. Мұқият қарап алыңыздар. Сіздерге әрбір іс-әрекетімді көрсетуге, мұқият түсіндіруге әрекет жасадым. Егер қандай да сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар, міндетті түрде жауап беретін боламын. Міне осылай салмасын барлығын салып шыққан соң, міне кесілген жағынан бастап, бір-бірінің үстіне осылай аударып, мына жағында жақсылап басуды ұмытпаңыздар. И мына біріктіріп шығамыз мына жақтарын барлығын. Неке, қараңыздар. Вилкамен әдемілеп шығамыз. Негізі өте оңай, жылдам дайын болатын пирожкалардың бірі. Қараңыздар, бір үйреніп алсаңыздар, үлкен-үлкен етіп, берекелі әрі тойымды, сондай жұмыстарыңызда жылдам пісіріп тастайтын пирожкалар ғой. Сіздерге видеомен түсіріп көрсетіп жатқаннан кейін асықпай осылай көрсеттім. Негізі бұл жылдам дайындалатын ең оңай пирожкалардың бірі, әрі ең дәмді, ең тойымды. Бір үштігінің өзіне үлкен адамдардың өзі тойып қалады ғой, осындай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге міндетті түрде ұнайды деген ойдамын. Бізге барлығымызға өте қатты ұнады. Өте дәмді болып шықты. Мінекей енді осылай барлығын дайындап алған пирожкаларымызды пісіретін пештің листіне пергамент қағазын төсейміз да, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз да, 200-210 градуста пісіріп аламыз қызарғанға дейін. Қараңыздар, осындай қып-қызыл әдемі болып көтеріліп, томпиып пісіп шықты ғой. Қазір мен сіздерге көрсетейін, бөліп. Міне жұмсақтың қараңыздар, осындай болочка секілді жұмсақтықта, өте жұмсақ болып шығады. Мінекей араларын кесіп көрсетейін. Барлығы аралары тегіс пісіп шығады, уайымдамаңыздар. Мінекей осылай әдемі болып пісіп шықты. Бұның иісін айтсаңыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер жасап көрсеңіздер, өз пікірлеріңізді жазыңыздар, қалай шықты, сіздерге ұнады ма?
міне сыр мен фарш, сосын астында көкпияз. Міне арасы көрініп тұр ғой сіздерге. Осылай барлығы бір тегіс пісіп шықты. Өте дәмді әрі тойымды болып келеді. Мінекей. Осылайша біздің видеомызда аяқталып қалды. Сіздермен қоштаспаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.